Сәлем достар, видео басталмастан алдын каналымызға жазылып, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Піл әлемдегі ең үлкен жануарлардың бірі. Пілдер 80 жылға дейін өмір сүреді. Бұл алып жануарлардың кең тараған жерлері Африка мен Индия және Индонезияның кейбір аймақтары. Bir қызығы, пілдер ең ақылды жануарлардың қатарына кіреді. Жылау мен күлу, жақсылық пен жамандық, олардың милары барлықтарын ажырата алады. Бұл пілдің аты Раджу, оның жасы 60-та. Раджу 10 жасар кезінде браконьерлердің қолына түседі. Браконьерлер оған су, тамақ, мүлдем ештеңе бермейді. Солай Раджудың қатты, аянышты күндері басталады. Раджу қашып кетпесін деп аяқтарын сыммен, шынжырмен байлап тастайды. 2 жыл өткен соң Раджу амалын тауып қашып кетеді. Солай Индияның бір орманды алқабының ішіне кіріп жасырынады. Жылдар өткен соң оны Indian Animal Help атты жануарларға көмек беретін компания тауып алады. Аяғындағы сымдарды, шынжырларды шешкен кезде Раджудың көзінен кәдімгідей жас ағады. Қуанышында шек болмайды. Қазір ол индиялық зоопарктардың бірінде. Қазір оның жағдайы жақсы. Зоопаркте оған 3 мезгіл тамақ береді және күніне 1 рет жуындырып тұрады. Оны көру үшін шетелдерден де адамдар келетінін айтты. Шынжыр және сымдардан босатылған соң оның өмірі күрт өзгерді. Раджудың 50 жылдық қиын өмірі артта қалды. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып арнаға жазылыңыздар. Келесі видеода кездескенше.